Анам, менің күйімде дәл мына ескі үй сияқты. Қаңырап тұр-ау. Апа, тұрыңыз, мен келдім. Апа. Балам. Ал ананың қадірін айтайын, балаға деген ықыласын санаға салып байқайын. Ай 9 ай 10 күн көтерген, мехнат тартқан жөтіннен еңбегіндей етілген зиярат. Өз тағдырыңды да ойласаңшы. Баламның тағдыры менің де тағдырым. Қадірін оның білмесің, қызметінде жүрмесің, арамыз алым болған. Ертең сол бала сені жарылқаса жақсы. Аяқ сүтін беріп емізген, шайнап тамағы жегізген, осы бір жарық дүнияға себепкер болып келгізген. Қараңғыда жыласаң, таныған көрмей даусыңнан, мейірімді суға қандырған мехрибан бар ма осыда? Менің анашым дүниедегі ең әдемі ана. Алла пайғамбардан соң күллі жақыны досыңнан, қияметке кеткенше, өлшеулі өмір өткенше, көбелектей айналып пәруана болған басыңнан. Мұздайда бесік таянған, жыласаң шошып оянған, анаңдай қамқор бар мекен, жаныңа жақын саяңнан. Оның қызмет ісінен не болар Анаңа жиі барып тұрсың? Сіздің жаныңызда бола алмайтын сияқтың апа. Қарғырсағын кенеткен, қасым шегін жібіткен, ыңылдап жатып ауырсаң, жарымда жасың кеміткен. Айналайын ай деген жан жүйеңді еріткен, бұл бейопа жалғанда ананда өлмес болсай, жау анасы кетіп қасіретін балада көрмес болсай. Шаңырағымыз шайқалмасын десеңіз, бізді жайымызға қалдырыңыз. Ер жүрек болып артыңда, қалада бермес болсай жай, қапа болып көңілің налада көрмес болсайшы. Аман жүр құлым. Әр перзенттай құдайым жетімді қылмас болсайшы. Өзінің шешесін үйден қуып жіберді. Анасына жаны ашымаған нағыз ит адамына сенсін. Тіріде білген болсайшы. Анам үйден кеткелі бері осыған ешкім аттанбас болды. Дос жаран бәрі теріс айналды. Анамның қадірін кеш түсіндім.